Al оқушылар, бәріміз қолдарымызды белімізге қоямыз. Енді бастаймыз. Сағаттың тілінде иіліп оңға бір. Сағаттың тілінде иіліп солға бір. Оң аяқ, сол аяқ, жаттығу оң аяқ. Қайттым. Сағаттың тілінде иіліп оңға бір. Сағаттың тілінде иіліп солға бір. Оң аяқ, сол аяқ, жаттығу оң аяқ. Енді мен сіздерге айтам, иіліп оңға бір дегенде мен былай оқығанда сізде қалай болу керек? Енді неге мен болмаса? Сағаттың тілінде иіліп оңға бір. Сағаттың тілінде иіліп солға бір. Оң аяқ, сол аяқ, жаттығу оң аяқ. Отыра қой. Отыра қой. Ал оқушылар бәрін жер қараймыз. Мынау не? Сағат. Бүгін сіздерді осы сағат әдісімен бағалаймын. Қалай бағалаймын? Сағат әдісімен бағалаймын. Көріп тұрсыздар ма? Яғни міне мынау қандай тіл? Мынау қандай тіл? Қысқа тілі сағаттық тіл. Ұзын тілі минуттық тіл. Көрдің бе? Енді минуттығы тілі 12-ге келіп тұрса, дәл неше болған қазір? Сағаттық тілі нешеде тұр? 12-де. Мынау неше? 1-де тұр. Сағаттық тілі 2-де тұрса, қазір неше болды? 2 болды. Ал сағаттық тілі нешеде тұр? 3-де тұр. Сағаттық тілі нешеде тұр? 4. Сағаттық тілі нешеде тұр? 5. 6. 7. Міне, дәл сағат 12 болды, 12 болды. Енді мынау 12-ден неше кетті? 5 кетті. 12-ден неше кетті? 10 кетті. 12-ден неше кетті? 15 кетті. 12-ден неше кетті? 20 кетті. 12-ден неше кетті? 25 кетті. 12-ден неше кетті? 30 кетті. 30 кетті деген сөз 12 жарым болды деген сөз. Енді 35 кетті деген сөз 25 минут қалды деген сөз. 40 минут кетті деген сөз 20 минут қалды деген сөз. Солай ма? Ал 15 минут кетті деген, 45 минут кетті деген 15 минут қалды деген. 50 минут кетті деген 10 минут қалды деген. 55 минут кетті деген 5 минут қалды деген сөз. Ал енді дәл 60 кетті дегенде дәл сағат сол сағат болды деген сөз. 1 сағат кетті деген сөз. Солай ма? 1 сағатта неше минут бар? 1 сағатта 60 минут бар. Демек біз бүгін сіздерді осындай сағаттың тілімен естейміз, бағалаймыз екен. Түсінікті ме? Енді сабаққа қатысып отырамыз. Бүгін психологиялық ахуал бірінші басталады. Алтын балық ойыннан басталады. Енді алтын балықты кім? Міне, бәріміз орнымызда тұрайықшы. Бәріміздің орнымызда тұрайық. Міне. Енді алтын балық ертегісін білеміз бе? Жоқ. Онда не істейді? Старик приходит к морю, бросает невод первый раз. Первый раз. Яғни, старик деген кім? Шал. Қарт. Море деген не? Жазда бар ма? Қайда бар ма? Теңіз. Теңізге келеді, жаңағы қарт не істейді қария? Ауды лақтырады. Бірінші лақтырғанда ау бос тұрады. Екінші лақтырғанда ау тағы бос тұрады. Үшінші лақтырғанда аудың ішінен не шығады? Алтын балық шығады.
алтын бал не дейді? Қартым, жіберші мені. Мен сенің тілегіңді, қалағаныңды орындаймын. Сен маған не істе дейді? Мені бостандыққа жіберші дейді. Сол кезде қария оны теңізге жібереді. Бірақ қария үйге келгенде оның кемпірі не істейді? Ұрысады. Басын жасамай. Ақымақ бар, алтын балықтан тілек тіле. Менің кемпірім сондай болады деп. Үйде дым жоқ, бәлен түгел деген сияқты. Ұрса ма? Ұрса, сөйтіп жібереді. Сол сияқты тілегін орындайды екен. 3 рет орындайды екен. Сол сияқты біз алтын балық ертегісі сияқты біз қазір тілек тілейміз алтын балық. Түсінді ме? Бәріміз көзімізді жұмамыз. Бәріміз көзімізді жұмамыз. Терең демаламыз. Енді көздерін жұмып тұрып, тілек тілеңдер іштерінен. Қандай тілек тілеңдер? Кімнің қандай тілегі бар? Ол іштерінен тілеңдер бәрін. Айтпа ешкімге, тілегіңді тіле. Білдіңдер ме? Енді көздерімізді ашамыз. Ал кім қандай тілек тіледі? Мен алтын балықпын. Маған айтыңдаршы, мен орындаймын. Қандай тілек тіледіңдер? Айтшы. Айтшы, қандай тілек тіледі? Ұстаз болғым келеді? Молодец. Керемет тілек, ол шықпақта емес. Олар да ұстаз. Олар себебі ол жақсы оқиды сабақ. Солай ма? Кім қандай тілек тіледі? Тағы қандай тілек тіледі? Кім? Не дейді? Апай мейірімді болып жүре берсін. Ой, рахмет. Кей кезде апайың мейірімсіз болып кете ме? Мейірімді болып жүре берсе екен. Рахмет, сау бол. Бұны орындаймын. Бұл тілек мен қолымнан келеді барынша. Тағы кім қандай тілек айтады? Айтшы. Апай жақсы болсын дейді. Ал оны да орындаймын. Бұйырса. Тағы қандай тілегің бар? Айтшы. Апай ауырмаңыз дейді. Керемет тілек. Оны да Алла қаласа орындалады. Тағы қандай тілек бар? Айтшы. Ешкімде тілек жоқ па? Ол да мен сіздерге айтайын. Айтайын ба? Бай, қуатты болыңдар. Не істейсіздер? Аумин дейсіздер. Бай болғыларың келе ме? Қуатты болғыларың келе ме? Ол үшін не істеу керек? Салауатты өмір салтын ұстану керек. Салауатты өмір салты деген зат. Жаңа сендер неден келдіңдер? Дене шынықтырудан келдіңдер. Дене шынықтыруда сендер денелеріңді шынықтырдыңдар, міне салауатты өмір салтын ұстансаңдар, сендердің дендерің сау болады. Ал денсаулық